бар, көшкері бұрылса, ақсақ түйе алдыға шығар деген, алдыға шығудан емес, бастысы ақсақ қалудан сақтасын деп, қуанып келгенімізді көрсетіп, бір жақсы таптыр қол соғып, құрмет жасап қой, қадірлі ағайындар қанекей. Ал, қайырлы кеш, хандар мен мырзалар, ассалаумағалейкум. Көзі құра көш бастаған көсеміздей, тілі майлы шешеміздей болған біздің ақсақалды аталарымыз. Жаулығын шешпей, арын арқалып келіп отырған құшақ жұмаққа, көкірегі бұлаққа айналған біздің асыл аналарымыз. Асқар таудай ағаларымыз бенен жайдарлы жеңгелеріміз, жалпы осы қуанышқа шын ниетімен келіп отырған жақсы мен жайсандар, мәртебелі меймандар мен қымбатты қонақтар. Болсаң да кең даланың кермейігі, кішілік кісіліктің өрі биігі, көптеген мамандық бар жер бетінде, ішінде адам болуы ең қиын десе, қазақ айтады, ол қызың ұрпағың адам болсын десең, малдаяма деп. Бүгін міне малдаямастан бар тапқан осы қуанышына шашып, бала көңілмен далалай дастархан жайып, ұшқан құспен қанаттас, жақсылармен табақтас болайық десе, көптің тілегі көл десе, осы көптің тілегін жастарымыздың басына алып берсек деп отырған той иелеріне той құтты, тоғыры мықты болсын деп, бір жақсы таптыр қол соғай қадірлі ағайын. Рахмет. Енді қадірлі ағайындар, сөзден гөрі іске көшейік деп, кереметті қуанышымызды, тілегімізді, ниетімізді жалғағанды жөн санадық. Шәуілдір менің отаным, отырды өскен ботамын, осындай керемет той жиынында ішіп жемеген адамнан қорғам деп жылап өткен екен. Менің айтпағым, мыналдарыңыздағы 90 түрлі тағамнан алып отырыңыздар, қуаттанып, шуақтанып отырыңыздар. Бүгін той болған соң, қуаныш болған соң, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, сіз болып, біз болып, бір үйдің баласындай, бір бақшаның ағашындай болып, қан халқымен деп, осы қуанышқа атсалсай қадірлі ағайындар. Жалпы қазақта оттың жануы отынға байланысты дейді. Бүгінгі кештің қызып жануы ол әрине тікелей сіздерге де байланыстан келіп отыр. Мен енді сабағына сәтімен десе, сәтіліңізде тілек ниетті әрі қарап жалғағанды жөн санап отырмын қадірлі ағайындар.